30 қыркүйек күні Қарақия ауданы Сенек ауылында Сенек жанұялық дәрігерлік амбулаториясының ашылу салтанаты болып өтті. Бұл мерекеге облыс әкімі Болат Балымбетов бастаған Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен Қарақия ауданының бір топ азаматтары, облыстық және республикалық бұқаралық ақпарат өкілдері, ауыл тұрғындары қатысты. Өздеріңіз білесіз, біздің жарлық бойынша ауыл жылы қазақ жаңа айттым ғой, қазақ деген ауылдан бастайтын қазақ, халық дегендей. Қарапайым қазақтымыз ауылды жағдай көтерсе, мен жаңа айтып отырмын, Сәкенге арада мәдениетті салғаннан кейін осы жерде бір жақсы алаң жасауымыз керек. Бұл мәдениетті жаңа ақсақалдар көрсеттік, 200 орындық. Ертең уақытта айтысты өткіземіз. Соның ішінде кинозал болу керек. Кинода көрсетуіміз керек. Мына өзіміздің жастарымыз баратын жер болу керек. Содан кейін Ақтаудан осы жерге артистер алып келеміз, театрда алып келеміз. Әйтеуір мәдениет, өнерді түгел көтеруіміз керек. Бұл мәдениетті Құдай берсе, ендігі жыл үйді тапсырамыз деп отырмын. Жаңа құрылысшылар содан уәде беріп жатыр да, мен өзім контрольға алып, ендігі жыл өзім келіп ашам дедім. Газ мәселесі де шешім енді. Жаңа бір ақсақалды сенбейді де, қашан бітіресіз деп. Осы бастар келеді, ашақта кетеді дейді, содан кейін газда жоқ, мәдениетте жоқ болады деп отыр. Жоқ, бұл сіздің көзінше айтып отырмын, өзім ендігі жыл келіп, бәрін өзім ашып беремін. Енді бәріңізге ең бірінші зор денсаулық, бақытты болыңдар, балалардың рахатын көріңдер. Салтанатты сәтте ауыл ақсақалдары игі тілек алғыстарын жаудырды. Олар облыстан 200, аудан орталығынан 190 шақырым қашықтар сенектіктерге емхананың күні-түні қажеттігін баяндады. Аурухана ашып беруін сұрады. Өйткені Сенек төңірегіндегі ондаған шақырым жерлерде малшылардың да жиі қоныстанғандығын ел азаматтарының құлағына салды. Мерекеде облыс әкіміне жаңа емхананы салған Теңге жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастығы Өтеген Бектұрғанов амбулаторияның кілтін ұсынды. Және сол емдеу орнының бас дәрігері Оразгүл Имамадиеваға да жаңа пәтердің кілті табыс етілді. Емхананың лентасын қию мәртебесі Балымбетов мырзаға берілді. Мерекелік жиналыста Сенекте жаңа клубтың алғашқы тасы қаланып жатқанын естідік. Ал Сенектегі газ мәселесі желтоқсан айында шешіледі екен. Келешекте малшы қауымына 20 құдық қазылып іске қосылады және 50 орындық балабақшада жоспарда бар. Ауыл шаруашылыққа қажетті техникамен қамтамасыз етіледі деген тың жаңалықты да ел естіп қауанысты. Сенектіктер 2004 жылғы қаңтарда емханаға тағы 10 кереует қосылады. Келешекте бұл емдеу орны аурухана болады. Оған арнайы автокөлік беріледі деген жақсы хабарды да естіді. Сенек елді мекенінің әлеуметтік даму мәселесіне мұрындық болып жүрген Өзенмұнайгаз ашық акционерлік қоғамы президенті Мұрат Құрбанбаев та сенектіктерге тілек айтты. Сенек ауылында үлкен той деп айтып жатырмыз. Шынды мәнін алып қараған уақытта Сенек ашық акционерлік қоғамы Өзенмұнайгаз ашық акционерлік қоғамымен көп жылдардан бері бірге жұмыс жасап жатырмыз. Соның еңбегі болар. Жаңа азаматтар айтып жатыр. Ауылдың іргесі бұзылмайды. Көшіп кетпей, ел өзінің орнында қалып,
ел өзінің күнін көріп жатыр. Әрі жылдан жылға жақсарып келе жатыр. Енді жаңа Аудалқасым олай айтып кетті. Осы ауыл жылының программасын құруда біздерге осындай ұсыныс түскен. Облыс әкімшілігінен 3 жылға үлкен мына іргелі жоспарлар құруға. Соның ішінде бірінші кезегі сенек тұрғындарына газ беру, және де мына мәдениет үйін салу болса, екінші жылдары 115 миллионның көлемінде, үшінші жылда 100 миллионның көлемінде осы күрделі құрылыстармен және де елдің шаруашылығын жақсартуға, жаңа құдықтар қазу және де техникалық беру осы жөнінде бағдарлама осы қабылданып, ол бағдарлама бүгінгі облыс басшысы Бауыржан Қасымовпен және де Қазмұнайгаз компаниясының президенті Ұзақбай Сүлейменұлымен бекітілді. Енді бәріміз де ауылдан шықтық, сондықтан ел табаны, елдің табаны, қазақ халқының табаны ауылда деп білеміз. Егер де ауыл көшіп кетсе, кең дала босқа тек қана шошайған қалалар қалса, ода келіспейді, еліміз ел болмайды деп есептейміз. Сондықтан үлкен шаруа бүгінгі Аудалқасымның біздерді бәріміз жинап, осыны алып келгенде елдің азаматтары осы ауылға көбірек көңіл бөлейік деген ниеті мол болсын. Әр уақытта облыс басшыларына және ауыл тұрғындарына бәріне де табыс тілеймін. Жаңа ашылып жатқан емхана тек қана осы ауруларға шипасына дарысын дегім келеді. Бұл күні Сенек акционерлік қоғамы президенті Қалпақ Наурызмағамбетов, Сенек ауылы әкімі Сырым Әбішев, Қарақия ауданы әкімі Бақыт Бейсенов келген қонақтарға алғыстарын білдірді.